Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, студенттер, бүгінгі біздің жемқорлыққа жол жоқ атты ашық топ сағатымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі ашық топ сағатының негізгі мақсаты қоғамның әртүрлі орталарындағы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, профилактикалық жұмыстарын насихаттау, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңдарды негізге ала отырып, құқықтық мағлұмат беру, білімдерін дағдыландыру, саяси өмірден хабардар жеке тұлғаны қалыптастыра отырып, студенттердің еркін сөйлеуіне, қоғамға деген өз ой пікірлерімен санасуға жағдай жасау. Қазақстан Республикасына адал қызмет етуге, ата заңды құрметтеуге, адамгершілікке тәрбиелеу. Күтілетін нәтиже рухани адамгершілік және азаматтық патриоттық сезімі жоғары жас ұрпақ. Өздеріңіз де білесіздер, қазіргі таңда сыбайлас жемқорлық тек қана Қазақстанда ғана емес, өзге де мемлекеттерде өзекті бір мәселелердің бірі болып келеді. Сіздерге бұл түсінік бұған дейін де, яғни саналы ұрпақ сағаттарынан да таныс болып келеді, ал енді сіздердің түсініктеріңізді білсек, сыбайлас жемқорлықты қалай түсінесіздер, қандай мағынаны білдіреді? Жалпы сыбайлас жемқорлық деген түсінігі пара беруді өзінің қызметтік дәрежесін бағалауды тұлғасын жеке баю мақсатында тікелей пайдалану деген мағынаны береді. Жақсы. Сыбайлас жемқорлық деген түсінік мағынасына этимологиялық тұрғысында қарау, мұны параға сатып алу, пара ретінде карате деген латын сөзін алып, анықтауға пара сатып алу деген түсінік бергенде құқыққа қарсы іс-әрекетті білдірген. Орыс тілінің түсіндірме сөздігі сыбайлас жемқорлықты пара беріп сатып алу, лауазымды адамдардың, саяси қайраткерлердің сатқындығы ретінде сипатталады. Пара ол пара берушінің немесе оның өкілі болған адамның пайдасына жасаған іс-әрекеті немесе әрекетсіздігі үшін ақша, бағалы қағаздар, өзге де мүлікке құқығы немесе мүлік сипатындағы өзі немесе басқа адамдар үшін пайда түрінде пара алу. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 311 бабы. Дайын сөздігі параны алым-салық, тарту, сыйлық, сәлемдемелер, лауазымды тұлғаға қысым жасаудан құтылу үшін сыйлық немесе төлем жасау, немесе оны заңсыз жасау үшін параға жуғу ретінде белгілейді. Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңы сыбайлас жемқорлыққа келесідей анықтама береді. Сыбайлас жемқорлық жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адамдардың, мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдардың, мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға теңестірілген адамдардың, лауазымды адамдардың өздерінің лауазымдық өкілеттіктерін және соған байланысты мүмкіндіктерін жеке өзі немесе делдалдар арқылы жеке өзіне не үшінші тұлғаларға мүліктік емес игіліктер мен артықшылықтар алу, немесе табу мақсатында заңсыз пайдалануы. Сол сияқты игіліктер мен артықшылықтарды беру арқылы осы адамдарды параға сатып алу. Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңы 2015 жылы 18 қарашада қабылданған. Осы заң сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейді. Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты іске асыруға бағытталған. Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады. Ал енді халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес күні қай күні атап өтіледі? Білесіздер ме, балалар? 9 желтоқсан. 9 желтоқсан. Жақсы, дұрыс айтасыздар. 9 желтоқсан халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес күні. Халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес күні 2004 жылдан бастап жыл сайын 9 желтоқсанда атап өтіледі. 2003 жылғы 1 қарашада Мексиканың Мерида қаласында жоғары деңгейде өткен саяси конференцияда Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы Біріккен ұлттар ұйымының сыбайлас жемқорлыққа қарсы конвенциясын қабылдады. Конвенцияның мақсаты жемқорлықтың алдын алу және жою. Конвенция жемқорлықтың алдын алу шараларын, сондай-ақ онымен күресудегі халықаралық ынтымақтастықтың механизмін қарастырады және соған сәйкес заңнамаларды жетілдіріп отырады. Конвенция ережелеріне сәйкес сыбайлас жемқорлық салдарынан келген ақшалар қай елден келсе, сол елге қайтарылып отырады. Қазіргі уақытта конвенцияға 140-қа жоқ мемлекет қол қойып, 80-ге жоғы ратификацияланды.
Қазақстан осы конвенцияны 2008 жылдың мамыр айында ратификациялады. Тәуелсіздіктің алғашқы күндерінен бастап Қазақстан сыбайлас жемқорлыққа қарсы ымырасыз күреске белсене араласқандығын және сыбайлас жемқорлыққа қарсы барлық мемлекеттермен және тиісті халықаралық ұйымдармен сындарлы өзара іс-қимыл жасауға дайын екендігін көрсетті. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағдарламалық құжаттарға келетін болсақ, Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы Қазақстан Республикасы президентінің 2014 жылғы 26 желтоқсандағы нөмер 986 жарлығымен бекітілген. Осы стратегияның негізгі міндеттеріне келетін болсақ, олар мемлекеттік қызмет саласындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, квазимемлекеттік және жекеше сектордағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің деңгейін қалыптастыру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша халықаралық ынтымақтастықты дамыту, соттар мен құқық қорғау органдарында сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және қоғамдық бақылау институтын енгізу. Ал енді балалар, сіздерге мынандай сұрақ: пара қандай түрде берілуі мүмкін? Қалай ойлайсыздар? Ақша, пәтерлер, қымбат бұйымдар және сыйлықтар. Жақсы. Суретте көрсетілгендей, біріншіден ақша түрінде, дұрыс айтасыздар, үйлер, пәтерлер, қымбат бұйымдар, автомобильдер, тұрмыстық техника, емдеу, демалысқа жолдамалар, салықтарды төлеу, жөндеу және құрылыс жұмыстарында. Пара беру 15 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазалынады. Қылмыстық жауапкершіліктен келесі тұлғалар босатылады. Олар пара беру туралы өз еркімен хабарлағандар және қорқытып алу салдарынан пара бергендер. Бүгін пара алсаң, ертең түрмеге қамаласың. Сыбайлас жемқорлықтың зардаптары қандай? Адамдардың заңға, әділдікке, билікке деген сенімі жоғалады. Және көптеген адамдар теріс жолдарға түсіп, теріс әрекеттер жасайды. Ал ондай теріс әрекеттер жасаса, ол сол елдің халықаралық деңгейі төмендеп кетеді. Жақсы, дұрыс айтасыз. Яғни сыбайлас жемқорлық зардаптары көп екенін білеміз, қоғамның бақытты болашағын тежейді, елдің халықаралық беделіне көлеңке түсіреді және айтып өткеніміздей, жұртшылықтың заң мен әділдікке, билікке деген сеніміне сызат түсіреді. Сыбайлас жемқорлық бізге не береді? Камила, айтып өтсеңіз. Күшті жақтары: сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша нормативті құқықтық базаның болуы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың қалыптасқан тәжірибесі. Ал әлсіз жақтары: халықтық құқықтық сауаттылығының жеткіліксіз деңгейі, мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың қызметінің ашықтығының жеткіліксіздігі. Мүмкіндіктері: халық тұрмысының жоғарғы деңгейі, қолданыстағы заң мен халықаралық стандарттар деңгейіне дейін жетілдіру, инвестициялық ахуалды жақсарту, сыбайлас жемқорлық деңгейін бағалау, халықаралық деңгей рейтингтерінде Қазақстан көрсеткіштерін көтеру, мемлекеттік институциялардың азаматтық қоғамның ынтымақтастығын нығайту. Қауіптері: көлеңкелі экономика деңгейінің ұлғаюы, инвестициялық тартымдылықтың төмендеуі, мемлекеттік жобалар құнының сыбайлас жемқорлық құрамында есебінің өсуі, экономикалық тиімінің төмендеуі, халық тұрмысының деңгейінің төмендеуі және әлеуметтік шиеленісінің артуы, азаматтық қоғам тарапынан қолдау көрсетілмеуі. Жақсы. Келесі мынандай бір бейнероликке назар аударамыз. Одан кейін бейнероликті жақсылап қарап отырыңыздар, соңында өз ойларыңызбен бөлісесіздер. Дауысы естіліп тұр ғой, барлығыңыз? Әлгі жігіт кім? Сендердің үйлеріңе келгістеп кетті ғой өздері. Тани қоймадым, келгіштеп жүр ғой әйтеуір. Көлігіне, жүріс-тұрысына қарағанда мықтылардың біреу-ау деймін. Бүгінгінің мықтысы жеуден, алудан мықты болып жүр ғой. Солардың бірі шығар. Адал ақша табу арман болып кетті ғой бәрімізге. Жеп жүргендердің біреуі шығар. Қашанғы жейді дейсің. Қанша жегенмен желкілерінен шықса да қоймайды өздері. Сау болыңыздар. Аман бол қарағым. Әке, сұрақ қойуға бола ма?
сұрай ғой. Әке, сіз көп ақшаны қалай табасыз? Көп ақша деймісің? Ақша табу осы жерден басталады. Мен ғана емес, мына жұмыс істеп жүрген кісілердің бәрі осы заводтан ақша табады. Біз елге қажетті өнім шығарамыз. Сол өнімдерді шетелге сатамыз. Біздің ақшамыз балам. Еңбегіміздің жемісі. Осы жағдайға жеткенге дейін небір қиындықтардан өтуге тура келді. Ал сол қиындықтардан өтуге маған не көмектесті деп ойлайсың, балам? Білмеймін, әке. Маған көмектескен менің алға қойған мақсатым, адал еңбегім, күш-жігерім. Мына кісілердің бәрі менің адалдығыма сенеді. Сондықтан да біздің ісіміз берекелі әрі пайдалы. Балам, адамдардың ортасында адалдық болған кезде сенім болады. Сенім бар жерде алынбайтын қамал жоқ. Адалдық елдік мұрат. Жақсы, тамаша бір бейнероликті тамашаладық, иә. Ал енді балалар, сіздердің ойларыңызды білсек. Жұмыс істегенде адал жұмыс істеу керек. Иә, дұрыс айтасыз, Ермұхан. Адал жұмыс істеу керек. Одан кейін адал жолмен еңбек етсе, еңбегің жемісін аласың. Дұрыс айтасыз. Тағы кімнің қандай қосары бар? Жақсы, дұрыс айтасыздар, иә. Яғни адамдардың арасында адалдық болса, онда сенім болады. Сенім болса, алынбайтын қамал жоқ. Яғни адал еңбекпен тапқаннан әрқашанда тәтті болып келеді. Ертеңде келешекте сіздер жұмыс жасаңыздар, өздеріңіздің жұмыстарыңызды, өздеріңіздің кәсіптеріңізді, істеріңізді жақсы көріп, алдыларыңызға мақсат қойып, соған жете білу керек, иә. Ал мақсатқа жету үшін сіздер өз адал еңбектеріңізбен, күш-жігерлеріңізбен ғана жете аласыздар. Келесі бізде мынадай викториналық сұрақтарға жауап беру қажет. Мына жерде көрсетілгендей 9 сұраққа жауап бересіздер, иә. Бірінші сұрағымыз: сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заң қашан қабылданды? Иә, бағана сабақтың басында айтып өттік біз. 2015 жылы 18 қарашада. Тексерейік. Дұрыс айтасыз, 18 қараша 2015 жылы. Келесі екінші сұрағымыз: сыбайлас жемқорлық деген не? Қоғамдық және саяси қайраткерлердің сатылғыштығы, парақорлығы. Пара беру. Пара беру, жақсы. Толықтыра кететін болсақ, сыбайлас жемқорлық деген параға сатып алу, пара ретінде коррупция деген латын сөзін алып, анықтауға мүмкіндік береді. Жақсы, келесі үшінші сұрағымыз: құқық деген не? Құқық дегеніміз мемлекет орнатқан барлығына бірдей қоғамдық қатынастарды реттейтін тәртіп ережелерінің жиынтығы. Тексерейік. Иә, дұрыс айтасыз. Иә, мемлекет орнатқан және оның күшімен қорғалатын, жалпыға бірдей қоғамдық қатынастарды реттейтін тәртіп ережелерінің немесе нормалардың жиынтығы. Келесі сұрақ: заң деген не? Мемлекеттік биліктің жоғарғы өкілетті органы қабылдаған немесе тұрғындардың тікелей ерік білдіруі арқылы қабылдаған неғұрлым маңызды қоғамдық қатынастарды реттейтін нормативтік акт. Жақсы, дұрыс айтасыз. Егер толықтыра кететін болсақ, осы барлық заңдар және заңға тәуелді нормативтік кесімдердің Конституцияға сәйкес болуын заңның үстемдігі деп айтамыз. Келесі сұрағымыз:
Қылмыстық кодекстің 366 бабының 1-ші бөлігінде көрсетілген адамға бұрын жасаған заңды әрекеттері немесе әрекетсіздігі үшін сомасы немесе құны неше айлық есептік көрсеткіштен аспайтын болса, қылмыстық жауапкершілікке жатпайды. 2 айлық есеп. Тексерейік. Дұрыс айтасыз, 2 айлық есеп. Келесі сұрақ. Пара беру дегеніміз не? Пара беру деген белгілі бір тиімді шешілу үшін лауазымды адамға берілген ақша, берілген қағаз немесе басқа да мүлік құқығы. Жақсы жауап бердіңіз. Толықтыратын болса, қандай да бір коммерциялық келісімге келу үшін немесе жеке пайдасы үшін жасалған ынталандыру немесе марапаттау. Келесі сұрағымыз. Сыбайлас жемқорлық қылмыстарды жасаған үшін қандай жауапкершілік көзделген? Сыбайлас жемқорлық қылмыстар жасағаны үшін ол қылмыстың қауіптілік деңгейі мен келтірілген залалына байланысты болады. Жақсы. Дұрыс айтасыз, Нұрсат. Жауабыңыз қабылданды. Келесі 8-ші сұрақ. Халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы күн қашан атап өтіледі? 9-шы желтоқсан. 9-шы желтоқсан. Дұрыс. Және соңғы сұрағымыз. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы алғаш заң қашан қабылданды? Кім жауап береді? 2-ші шілде 1998 жыл. Тексерейік. 2-ші шілде 1998 жыл. Жақсы, дұрыс жауап бердіңіздер. Келесі сіздерге қойылатын тапсырма сыбайлас жемқорлыққа жатады ма деп аталады. Яғни қазір біз сіздермен Learning Apps платформасына барып, осы сыбайлас жемқорлыққа жатады, не жатпайды, әрекеттерді анықтау қажетпіз. Барлығымызға көрініп тұр ма? Көрініп тұр, экран, жақсы. Тапсырма, яғни сыбайлас жемқорлыққа не жататындығын, не жатпайтындығын анықтаңыз. Яғни мына жерде берілген суреттерді біз қазір екі жаққа қарай топтастыру керекпіз. Бірінші көріп тұрған суреттеріңіз, яғни бұл жерде сыбайлас жемқорлыққа жатады деген суреттерді орналастырамыз. Екінші жаққа сыбайлас жемқорлыққа жатпайды деген суреттерді орналастырамыз. Мына жерде бірінші суретті көріп тұрсаңыздар, нені білдіреді? Не көріп тұрсыздар бірінші суреттен? Сыйлық береді. Қызы кесіп жасап жатыр. Сыйлық жасап жатыр. Бұны біз жатқызамыз ба, жатқызбаймыз ба? Жатқызбаймыз. Оны яғни алып, мына жаққа жатпайды деп орналастырайық. Жақсы. Келесі суретте не бекітілген? Пара беру. Бұны жатады ма, жатпайды ма бұл? Жатады. Жатады дейік, жақсы. Келесі сурет. Жатады. Яғни ақша беріп тұр, келесі 4-ші суретте жатады ма, жатпайды ма? Жатпайды. Жатпайды. Одан кейінгі суретте не белгіленген? Жатады ма, жатпайды ма? Жатады. Неліктен жатады деп ойлайсыз? Пара беріп жатыр сен. Бір-біріне ақша беріп жатыр. Ақша, тиындарын салып жатыр, қалталарына. Одан кейінгі келесі сурет. Жатпайды. Жатпайды дейік. Одан кейін келесі сурет. Жатпайды. Мұнда кейбіреулеріңіз жатады, жатпайды деп жатсыздар. Не көріп тұрсыздар? Суретті айтып өтсеңіздер. Пара беріп жатыр, бірақ оны қабыл алған жоқ. Дұрыс айтасыз, қабыл алған жоқ. Яғни бұл жатады ма, жатпайды ма? Жатпайды. Жатпайды. Жақсы. Одан кейінгі келесі сурет. Жатады. Сыбайлас жемқорлыққа жатады. Мінекей суреттерді біз орналастырдық екі жаққа қарай, енді қазір жауабын тексерейік.
Бәрекелді, өте жақсы, тапсырманы дұрыс орындадыңыз. Яғни сіздер келешекте қандай да бір іс-әрекет болмасын, сіздерге жасалған әрекеттер немесе сіз жасайтын әрекеттер болғанда, яғни сыбайлас жемқорлыққа не жатады, не жатпайтындығын ажырата аласыздар деп толық сеніммен айта аламын. Жақсы. Келесі. Келесі бізде ой жалғау деген кезең. Мұнда көрсетілген мақал-мәтелдердің, сөйлемдердің баршаға келтірілген, ал сіздер оны аяқтау қажетсіздер. Мысалға, ең бірінші бізде заңның құрығы бәрінен ұзын. Ары қарай енді сіздер жалғастырасыздар. Өш алғаннан гөрі кешірген жөн. Кешірген жөн, жақсы. Ақырын жүріп Аңдаппас. Анықпас. Келесі, асыл тастан Ақыл жастан ба? Өнер жастан. Тағы қандай? Өнер жастан. Өнер жастан. Дұрыс, өнер жастан. Тура биде Туған жоқ. жақсы, дұрыс айтасыз. Туған жоқ. Хан болсын, ханға лайық. Заң болсын. Заң болсын. Батыр болсын, жорық жолы. Мақұл болсын. Мақұл болсын, жақсы. Ұрлық түбі. Қорлық. Жазасын тартпайтын. Жамандық жоқ. Жамандық жоқ, жақсы. Әдепті бала. Арлы бала. Арлы бала. Тәрбие. Қандай мақал? Отбасынан басталады, жақсы. Әділ істің. Арты игі. Арты игі, дұрыс айтасыз. Абыз болсын, абыз сайлау. Парыз болсын. Парыз болсын. Би болсын, би түсетін. И И болсын. И болсын, жақсы. Барлықтарыңыз, яғни мақал-мәтелдерімізді біледі екенсіздер. Өте жақсы. Сонымен барлығымызға белгілі ел болып еңсемізді көтеріп, тәуелсіздігімізді алып, шаршы әлемге танылдық. Елбасымыздың көреген саясатының арқасында мемлекетіміздің тамыры тереңге тартып, нығая түсуіне бағытталған құқықтық заңнамалар қабылданып, ел экономикасы мен әлеуметтік жағдайы түзеліп, әлем мемлекеттерінің ортасынан өз орнын айқындады. Бүкіл әлемге өзінің бір тұтастығыменен, ажырамас бірлігімен танылды. Қоғам дамуының жаңа жолын таңдап, уақыттан туындаған әртүрлі кеселдерден айығуды міндет етіп қойды. Ол жол сыбайлас жемқорлықпен күрес жолы. Менің елім жемқорлықсыз өсіп өркендеуші ел. Енді бүгінгі біздің ашық топ сағатымызды бекіту мақсатында мынандай бір бейнероликқа назар аударайық.
сыбайлас жемқорлық індет, оны жою міндет. Арың адал, әділ болса әрқашан, дүниенің бар бақыты уысында деп, бүгінгі біздің жемқорлыққа жол жоғатты ашық топ сағатымызды тамамдаймыз. Жемқорлықпен бірге жұмыла күресейік. Назарларыңызға рахмет.